Барлығыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Шмадияр Жабайхан. Бүгінгі видеода жай ғана шегеден катана жасайтын боламыз. Ендеше кеттік. Менің ойымша, жай ғана керек емес шегеден катана жасау өте қызықты болатын секілді. Және ол қаншалықты рас. Ендеше мен сіздерге дәл осы видеода толықтай көрсететін боламын. Және де осы видеоны барынша қолдап кетсеңіздер, алдағы уақытта кішкентай емес өте үлкен кәдімгі адамдарға арналған катана жасайтын боламын. Ол тіптен қызықты болады. Алдымен біз кез келген қатты затқа шегені қыздырып ұратындай қылып ыңғайлап аламыз. Шегені газға немесе кез келген газ баллонға жақсылап тұрып қыздырып, оның үстінен балғамен қатты ұрамыз. Шегеміз жалпайуы керек. Біз шегені майыстырған соң, оның түзулігіне де мән беруіміз керек. Қисық болуға болмайды. Келесі кезекте біз супер желіммен қылышымыздың бейнесін жабыстырамыз. Бұл біздің шегемізді барынша қылыштың өлшемінде қылып шығаруымызға көмектеседі. Сіздер оны бор машинамен кессеңіздер болады, немесе болгаркамен де кессеңіздер болады. Бірақ бор машинамен ыңғайлылау. Фигурамызды дайындап алған соң, болгарканың наждак насадкасымен оны жылтыратып шығамыз. Болгаркамен өткірлемейміз, тек жылтыратамыз. Біз өткірлеу үшін егеумен өткірлеуіміз керек. Сол кезде жүзі жақсы өткірленеді. Міне біздің нәтижеміз. Біздің катанамыз дайын болған сайын шегеден осындай керемет зат жасауға болатындығына көз жеткіземіз. Енді келесі кезекте біз қылышымыздың жүзін дайындауымыз керек. Ол үшін біз егеуді аламыз. Енді қылышымыздың өткір болуы үшін егеумен біраз уақыт өткірлеуіміз керек болады. Өткірлеп болған соң шегеміздің астыңғы артық бөлігін кесіп алып тастаймыз. Оның бізге керегі жоқ. Және де достар, катанамыздың сабын кішкене балғамен ұрып сопайтуымыз керек. Енді келесі кезекте біз кез келген темірді алып, қылышымыздың жүзі мен сабын бөліп тұратын шеңберше темір дайындап алуымыз керек. Міне достар, сай келді. Енді біз дәл осы темірімізді супер желіммен жабыстырып жібереміз. Енді бізге қылышымыздың сабын көркемдеу үшін ине жіпті аламыз. Сонымен жақсылап тұрып орап шығамыз. Орап болған соң, ораған жібіміздің екі ұшында супер желіммен кішкене тамызып жабыстырып жібереміз. Және де көркемдік үшін бізге керек болатын зат тоқ ішінде болатын мыс. Сол мыспен әсемдеп орап шығамыз. Дәл шынайы катана секілді. Міне достар, қылышымыз дайын болды, бірақ кішкене бір нәрсе жетіспей тұрған сияқты. Ол қылышымызды қорғайтын қапшығы. Біз оны сызғыштың таяқтарынан жасаймыз, дәл видеодағыдай. Таяқшаларымыздың ішкі екі бөлігіне де қылыштың бейнесін салып аламыз. Салынған жерімізді сол арықша секілді қылып ойып шығуымыз керек. Міне мына жерде қылышымыздың жарты бөлігі сыйып тұр. Дәл осындай екі ағашты бір-біріне біріктірген кезде қылышымыз түгелдей сыятын болады. Енді екі ағашымызды бір-біріне жабыстыру үшін оны барынша кішірейтіп тек қылыштың орнын ғана қалдырамыз. Сіздерге ағашты жабыстыру үшін дәл осы момент желімін кеңес беремін. Құрылыс дүкендерінен шамамен 1000-1500 теңге арасында сатып ала аласыздар.
Ал видеомызға оралсақ, екі ағаштың ішіне қылышты салып тұрып, ағашымызды жабыстырамыз. Жабыстырған соң оның қатқанына дейін кез келген затпен қыстырып қойсақ болады. Желіміміз қатқан соң қылышты ішіне кіргізіп көреміз. Егер де бәрі керемет болып тұрса, біз осы қылышымыздың сыртын тегістеп шығамыз, кез келген наждакпен. Дайын болғаннан кейінгі көрінісі дәл осындай. Енді біз оның әсем көріну үшін фломастермен немесе кез келген қара бояумен бояп шығуымыз керек. Және де әсемдік үшін жаңағы мыстан орап қойсақ та болады. Міне достар, керек емес шегеден осындай керемет катана жасауға болатындығына енді көз жеткіздіңіздер. Егер де осы видеоны барынша қолдап, комментарийді жақсылап жазып кететін болсаңыздар, алдағы уақытта дәл осы катананың адамға арналған үлкен түрін жасайтын боламын. Достар, менде жақсы идея бар. Яғни мен осы катананы сіздерге сыйлағым келіп тұр. Ол үшін сіздер комментарийға мен қатысамын деп жанына ВК айдыларыңызды жазып кетсеңіздер болғаны. Және де менің арнама тіркелген болуларыңыз керек. Ендеше сәттілік. Достар, менің соңғы видеом көрермендерге ұнаған секілді. Яғни мен бір оружиенің макетін жасаған болатынмын. Және көрермендер дәл сондай макеттің тағы бір басқаша түрін жасағанымды қалайды. Сіздердің өтініштеріңізді орындау үшін мен жақын арада дәл сондай макеттің тағы да басқа түрлерін жасайтын боламын. Ендеше күтіңіздер. Достар, ендеше видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі дәл осындай, тіпті бұдан да керемет қызықты видеода кездескенше сау болыңыздар.